Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Мынау міне бүгін бір көрсетейін деп отқаным міне шабдалы көшет еккен ерте көктемде. Міне шығып тұр, жақсы шығып тұр мінекей. Айтпақ осылай біреу емес, екеу. Жанына да екіншісін ектім мінекей. Бұлар еккенде бұларға түбін онша терең қылмай, сосын жаңағы опилканы салдым. Негізі опилка салса жақсы алады екен. Опилканың өзі свежий емес, бір-екі жыл тұрған сондай опилкалар салған жақсы екен. Міне екеуі биыл алып тұрады осылай. Сосын анау жерде ана екеуі. Ол жаңағы шие, калированный шие. Олар да алып тұрады. О, жағына еттім. Мына жақта мына ана екі не көшет тағы да кішкентай. Бұлар екі жылдық көшет екен. Бұлар жағы алмұрттар. Алмұрт ектім. Весная красавица дейді. Олар да алып тұр мінекей. Биыл сол көшет егумен айналысып жатырмын. Мынау осыдан 2 жыл бұрын еккен шабдалы. Биыл салып тұр, бірақ енді әлі кішкентай аздап салды. Жақсы алып тұр. Жанындағы да сондай. Бірақ бұларды не кірәк жей бастады мына биттер. Бұларға да қанша қаштым, бірақ шама болмай жатыр. Негізі бірақ мен мынау бастарым мінекей. Мынандай болып, нағыса мынандай болып жапырақтар нақ қылады. Аш, міне. Осы жапырақтардың барлығы құрттың жегенінен ба, неден екен білмеймін. Осыны білетін адам болса маған айтса, бұл неден? Осыны құрта алмай жатырмын. Басына мынандай шығады бұл. Кейбіреулер айтады, бұны бүйтіп жапырағын жұлып алып тастау керек та, сондай. Сосын бұларды өртеп тастау керек дейді. Қазір өртеуге рұқсат бермейді ештеңені үкімет. Үкімет пен партиямыз халықты онша ойламайды-ау. Мынандайлардың бәрін алып тастап бұлай. Сөйт дейді біреулер. Бірақ енді ол да пайдасын береді, бірақ өсімдікке зияндығын тигізе ма деп қорқасың бұндайларды. Осындай нәрселер бар. Менде проблема. Сендерде қалай құтыламыз бұндай нәрседен? Соны бір сұрайын істеп едім. Жақсы, күндеріңіз жақсылықта болсын. Міне, менде проблемаларды айтып тастадым. Аман болыңыздар.